Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Арай. Бүгін өте тойымды, дәмді тамақ жасаймыз. Басқа да рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен нан илеп аламыз. Ыдысқа електен ұн өткіземіз. Үстіне жұмыртқаны саламыз. Басқа ыдыста суға тұз қосып араластырамыз. Оны ұнымызға құйып, нан илейміз. Сонында кішкене күнбағыс майын құйып, тағы бір жақсылап илеп аламыз. Әзірше бетін жауып, қамырымызды демалдырамыз. Пиязды өте жұқа қылып майдалап тураймыз, немесе мен сияқты блендерде ұсақтап алсаңыздар болады. Менде сиыр етінің фаршы. Оған пиязымызды салып, тұз, қарабұрыш қосып, күнбағыс майын құйып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз демалды. Енді әдемілеп қамыр жаямыз. Матының қамыры сияқты болу қажет. Видеода көрсетілгендей осындай полоска қылып кесеміз. Жаңағы салмасын, яғни начинкасын салып, әдемілеп розочка сияқты видеода көрсетілгендей ораймыз. Empty hearts and neon lights.
Енді подлив дайындаймыз. Ол үшін пияз бен болгар бұрышын майдалап турап аламыз. Табаны қыздырып май құямыз. Пиязымызды қуырып аламыз. Мен қатырылған қызанақ салдым. Ол болмаса, томат пастасын салуға болады. Қызыл болгар бұрышын салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне 300 грамм су құйып, дәмдеуіштер тұз сеуіп, розочкаларды саламыз. Видеода су аз болып қалды, сондықтан үстіне тағы да су құйдым. Себебі қамыр толықтай суға батып тұру қажет. Сол кезде ғана ол жақсы әдемі болып піседі. Қақпағын жауып, шамамен 30 минуттай дайын болғанша дейін пісіреміз. Тамағымыз толықтай пісті. Достар, осы ерекше тамақ отбасыма қатты ұнады. Дәмді, тойымды болып шықты. Енді көбінесе осы ерекше тамақты жасайтын боламын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.